Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақ тілді Азат Қайратұлы арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде АПЛ-дің 7-ші тур ойындарына шолу жасайтын боламыз. Егер еңбегім жонап жатса, арнаға тіркеліп қойыңыздар, ал біз бастаймыз. АПЛ-дің 7-ші тур ойындарының басты ойындарының бірі бұл Лидс пен Тоттенхэм арасындағы матч. Жалпы есеп 1-2 есебімен Тоттенхэмнің жеңісімен аяқталды. Жалпы есепті Тел 23-ші минутта ашты, одан кейін оның артынан Акафор, одан кейін 57-ші минутта Кудус есепті еселеп, осы Тоттенхэмге жақсы басымдықты ие болды. Доп иелену көрсеткіші бойынша 56-та 44, ал соққы саны бойынша 16-та 9. Яғни Тоттенхэм бұл жерде өз жері қонақта бола отырып, басымдықпен осы көзге түсті. Жалпы тағы да бір айта кететін ойындардың бірі бұл Арсенал мен Вест Хэм арасындағы матч. Бұл матчта Деклан Райс 38-ші минутта гол салды. Одан кейін Сака пенальти тепті 67-ші минутта. Жалпы бұл ойында Арсенал Вест Хэм ойында Арсеналдың өзінің басымдығы фаворит екенді бұл кезеңдерде басым көріне білді. Доп иелену бойынша 67-те 33, ал соққы саны бойынша 21-де 4. Қарап отырсаңыздар, басымдылық көбінесе осы Арсеналда болды. Арсеналдың потенциалы бұл жолы басы болса кеседе Ливерпульді әрі қарай да осы басымдықты қысымды Ливерпульге көрсете беретіні түрі бар. Жалпы Челси мен Ливерпуль арасындағы матч 2-1 есебімен аяқталды. Ливерпуль тағы да жеңілді. Жалпы Челси сапында Кайседо мен Эстебао екеуі бір-бір голдан салып 2 гол салды. Одан кейін Ливерпуль сапында Гакпо 63-ші минутта есепті қысқартты, бірақ ол көмектескен жоқ. Жалпы Ливерпульдің соңғы ойындары көңіл көншітетін емес, жанкүйерлердің үмітін ақтап жатқан жоқ. Қаншама қаржыға ойыншылар алды, ал Челси болса жарады, өз жерінде өзінің керекті 3 ұпайын алды. Доп иелену бойынша 53-те 47, соққы саны бойынша 12-де 12. Екі ойынның бір команда атап айтатындай үлкен көрсеткішке ие болмаған, бірақ сонда да өз жерінде Челси ұпай ала алды. Соңғы басты матчтардың бірі бұл Брентфорд пен Ман Ситиді атап өтуге болады. Брентфорд өз алаңында Ман Ситиді қабылдады, бірақ 0-1 есебімен жеңіліп қалды. Есепті 9-ші минутта Холланд есепті ашты. Доп иелену бойынша 30-да 70, ал соққы бойынша 6-та 10, яғни Ман Сити айқын басымдылықпен осы АПЛ-дің басты турнирлерінің басты матчтарының өз ұпайларын, керекті ұпайларын алып, кестедегі жағдай жақсартты. Жалпы таблицаға келетін болсақ, таблицада қазір АПЛ-дің 7-ші турдан кейінгі Арсенал 1-ші орында 16 ұпаймен, Ливерпуль 15 ұпаймен 2-ші орында түсіп кетті. Одан кейін Тоттенхэм бір қалыпты ойнауда 14 ұпаймен, Бортмунд, Манчестер Сити өздерінің жағдайларын жақсартып, осы кестедегі жағдайларын жақсартып жатыр. Ал соңғы орында осы Вулверхэмптон командасы ешкім ойламаған. Бұл Вулверхэмптон жалпы АПЛ-дің білесіздер, ортан қолды командасы еді. Бұл жолы өздерінің тоқырау кезеңіне тап келген секілді. Ал енді тағы да бір болжам жасайық 8-ші турға, басты ойындарға Ноттингем және Челси ойындары болады. Біз бұл жерде Челси ұтады деп отырмыз 4-1 есебімен. Ал одан кейінгі матчтардың бірі бұл Ман Сити Эвертон арасындағы матч. Ман Сити Эвертон арасындағы матч Сити 3-1 есебімен ұтады деп өз жерінде болжам жасап отырмыз. Одан кейін Фулхэм мен Арсенал ойнайды. Арсенал қонаққа барады. Қонаққа барғанымен бұлар жеңіледі деп айтамаймыз, өйткені бұлардың жаңа әлеуеті, гол салуы, голды аз жіберуі 4-1 есебімен ұтады деп отырмыз. Тоттенхэм Астон Вилла арасындағы матч, бұл есепте 2-0 есебімен Тоттенхэм алға шығады деп болжап отырмыз. Кристал Пэлас Бортмунд арасында матч, бұл екі команда 5-6-7-ші орындарда келе жатыр. Жаман емес, 7-ші турдан кейін 2-2 есебі тең есепті келеді деп болжап отырмыз. Ливерпуль мен Ман Юнайтедтің арасындағы матч болады 8-ші турда басты деген. Бұл жақтан мен есеп 2-1 болатын шығар деп отырмын. Себебі білесіздер, Ливерпуль барлық турнирді санағанда 3 ойын қатарынан жеңіліп жатыр минималды есеппен, бірақ енді бұл чемпиондық ойынға ұқсамайды. Қаншама қаржы құртты, намысқа тырысып Энфилдта еще қабылдайтын болады. Манчестер Юнайтедті енді алдағы уақытта намысқа тырысып жанкүйерлердің алдында 2-1 есебімен жеңеді деген сенеміз. Ал Манчестер Юнайтедте жақсы қарсылық танытады, мүмкін есеп 2-2 болуы мүмкін, бірақ менің болжамым 2-1. Құрметті көрермендер, біздің арнамызды, қазақ тілді арнамызды мың оқырманға жеткізуге атсалыссаңыздар.
Лүпіл басыңыздар, пікір білдіріңіздер. Алдағы уақытта АПЛ-дан кім чемпион болатынын жаза кетіңіздер. Келесі жүздескенше ағайын.